Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Боямасыздың бүгінгі қонағы Жамбыл облысы бойынша пәтуа бөлімінің жауапты маманы Зұлпықаров Нұрсұлтан. Ассалаумағалейкум, арнамызға қош келдіңіз. Бүгінгі жалпы тақырыбымыз қасиетті айымыз Рамазан жайында болмақ. Рамазан айындағы ораза тұту бойынша кімдерге рұқсат етілген немесе қандай жағдайда ораза ұстамауға болады? Барлық сұрақтар бойынша бүгін ұстазымыз жауап беретін болады. Ендеше ең алдымен ораза сөзінің анықтамасын айтып өтсеңіз. Бисмилля, альхамдулиллахи вахда, вассалату вассаламу аля ман ла набия ба'да. Жалпы Рамазан айы міне санаулы күндер қалды кіріп келуіне. Қасиетті Рамазан оразасын бізге Аллах тағала өзі қалағандай ұстауды жазсын. Жалпы сұрағыңызға келсек, Рамазан айында ұсталатын жалпы оразаның мағынасы, тілдік мағынасына келетін болсақ, әл-имсак дегенді білдіреді. Әл-имсак деген сөз бұл тыйылу. Кез келген нәрседен тыйылса, сол сөзді имсак деп айтамыз. Одан кейін шариғаттағы мағынасы жалпы балиғатқа толған, ақыл есі дұрыс адам таң уақытысы кірген уақыттан бастап күн батқанға дейін Алланың разылығы үшін ниет етіп ұсталатын құлшылықтың түрі. Бұл жерде Алланың разылығы деген ниет өте маңызды. Жалпы биыл Рамазан айы қашан басталады? Биыл, Құдай қаласа, біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жалпы Орта Азия елдермен, Қазақстан бар, Қырғызстан бар, сол мемлекеттермен үлкен ғұламалары біріге отырып Рамазан уақытысының күнін бекітті. Ол біздің мынау наурыз айының 11 күніне тура келеді. Яғни наурыз айының 10 күні біз Құдай қаласа тараух намазын оқимыз. Одан кейін сол күні кешкісін Құдай қаласа ниет етіп, оразаға ниет етіп жатамыз. Жалпы осы Рамазан айының басқа айлардан артықшылығын айтып беріңізші. Енді Рамазан айы бұл өте ерекше ай, оны баршамыз білеміз, барша мұсылман баласы біледі оны. Ең бірінші осы Рамазан айының басқа айлардан ерекшелейтін бір ең маңыздысын айта кетсем, бұл Құран түскен ай. Жалпы адамзатты тура жолға бастайтын, адамзаттың көкірек көзін ашатын, бұл өмірге не үшін келді, қайдан келді, және қайда барады, сол бір мақсатты түсіндіреді тұғын болған Құран осы айда түскен. Сол үшін бұл айда осы Құран түсумен ерекше. Одан кейінгі тағы бұл айда шарапатты қылатын, бұл айда аспан есіктері ашылады дейді пайғамбарымыз айтады. Және де осы айда Аллах тағала өзінің құлдарын, мұсылман құлдарын, Аллаға сенген, ақыретке сенген құлдарын тозақтан азат етеді дейді. Және тағы білеміз, бұл айда жәннат есіктері ашылып, тозақ есіктері жабылып, шайтандар кісенделеді, оны баршамыз білеміз. Одан кейінгі айтылатын нәрсе, бұл айда егер қандай да бір кісі күнә жасаған болса, немесе бір қателіктер жасаған болса, осы айда Алладан қатты көп кешірім тілейтін болса, ол кісінің Құдай қаласа күнәлары кешіріледі. Енді одан да басқа көптеген пайдалары, артықшылықтары бар. Оны жалпы біз Рамазан уақытысы кірген кезінде әр мешіттерімізде, нелерімізде айта жатармыз. Осы жерде енді барлық күнәлар кешіріледі деп жатсыз да. Енді кешірілмейтін күнәлар да бар ма осы ораза айында? Әрине, Алла сақтасын, мынау Аллаға серік қосу. Яғни Алламен басқа біреуге қоса жалбарыну, Алладан бөлек басқа біреуге жалбарыну, бұл үлкен кешірілмейтін күні. Құдай сақтасын, бұған тәубе етіп, қайттан иманын жаңартып, тәубе етпесе, бұл күнәсі кешірілмейді. Одан да бөлек үлкен күнәлар бар. Оны білеміз, ата-анаға қарсы келу, одан кейін адам өлтіру деген сияқты, кісі ақысына кіру, жетімнің малын жеу деген сияқты осындай үлкен күнәлар бар. Бұларда тек тәубе арқылы кешіріледі екен. Тәубе болмай, Алладан кешірім сұрамай, Алладан мағфирет тілемей, бұл нәрселер, бұл күнәлар, үлкен күнәлар кешірілмейді. Ал одан бөлек жаңағыдай кішігірім күнәлар бар ғой.
біреуге бір сөзімен зиян беріп қоюы мүмкін, немесе басқа сондай кіші күнәлар болатын болса, ол осы айда кешіріледі екен. Жалпы мынау оразада кімдерге ораза ұстауға рұқсат етіледі, ұстамауға? Иә, бұл айда жалпы біздің шариғатымыз жеңілдіктің үстіне құрылған дін. Шариғатымыз айтады, егер де қандай да бір кісі ауыратын болса, сол ауруы егер ораза ұстаса артып кететін болса, онда ол кісіге ораза ұстамаса болады. Кейін жазылғаннан кейін қазасын өтейді. Бірақ осы жерде өте мән беретін жері, кейбір кісілер бір жалқаулықтың себебімен, ой, мен ауырып тұрмын, мен ұстамай қоям деген сияқты бір уәж айтады да. Бұл дұрыс емес. Бәлкім оның ауруы сондай асқынып кететін, тіпті өлім жағдайына дейін алып баратын болса, сондай қатты ауруға апаратын болса, сол кезде ораза ұсталмайды. Одан кейін ораза ұсталмауға болатын кісілер, ол жүкті әйелдер. Егер өзі үшін қорықса, немесе баласы үшін қорықса, ораза ұстамаса болады. Одан кейін емізулі аналар баласы, жаңағы азық керек қой. Врачтарымыз айтса, ұстамай қой десе, ол кезде ұстамауына болады. Одан бөлек, мынау жолға шыққан жолаушы дейміз ғой. Жолаушы кісі де ораза ұстамаса болады. Бірақ егер оразасы денсаулығына зиян болмаса, қатты машақат болмаса, ораза ұстаған абзал. Осы жерде тағы бір айтып өтейінші, ауыр жұмыс істейтіндерге ораза ұстамауға бола ма? Енді ауыр жұмыс деген кезде де бұны қатты түсіндіруіміз керек, ашықтап түсіндіруіміз керек. Өйткені кейбір кісілер жаңағыдай өзіне жеңілдік қалап, кейбір жұмыстың түрін ауыр ғой дейді да, ораза ұстамай қояды. Ол дұрыс емес. Бәлкім сол жұмысы бұл кісіні өте қатты шөлдеуге, қатты ашуға алып баратын болса, немесе қатты күннің ыстығында тіпті Құдай сақтасын талып қалуы мүмкін ғой. Сондай жағдайға алып барып жатса, сол кезде ашуына рұқсат. Бірақ бұл кісі мынау Рамазан айы кіргеннен бастап ниет етіп, кешкісін ниет етіп, Құдай қаласа мен ораза ұстаймын, Алланың өзі бір жәрдемі болады деп ауыр жұмыс істесе де, сол кісі оразасын ұстау керек. Ал бірақ сол жұмыстың барысында қатты жұмыс істеп қойып, бір қатты шөлдеп жатса, шыдай алмай жатса, ол кезде ашып жіберуіне рұқсат. Кейін ол кісі қазасын өтейді. Қазасын өтейді. Одан кейін үлкен жастағы ата-апаларымыз, ол кісілердің ораза ұстау бойынша қандай жеңілдіктер бар? Немесе ол кісілерге рұқсат па ораза ұстамауға? Жалпы қарт кісілер, қарт әжелер, немесе кейбір аурудың түрлері болады. Мүлдем жазылмайды. Сондай кісілерге дінімізде фидия деген нәрсе бар. Фидия деген, яғни міскінді бір күнде, яғни Рамазанның толық күндері бойы бір міскінді тамақтандыру қажет. Яғни ол кісі, жаңағы қарт немесе ауру кісі, ауру жазылмайтындай болу керек. Кейбір кісілер мен қазір ауырып жатырмын ғой, мен деп өзіне бір сылтау айтады да, бірақ ол кісінің ауруы емделсе жазылады. Бұл кісіге фидия емес. Бұл кісі оразасын ауру қатты болса ұстамайды, бірақ кейін қазасын өтеу керек болады. Бұл кісі фидия берем деп айта алмайды. Кез келген адам фидия беруге болмайды ғой. Одан кейін ескі оразадан қарызы болып, жаңа оразаны бастап кете ала ма? Жалпы ескі қарызын өтеп, содан кейін ғана бастау керек. Жоқ, ондай шарт жоқ. Жалпы бір кісі қарыздары бар делік, сөйтіп қарыздарын белгілі себептермен өтей алмады. Сөйтіп мынау алдымыздағы Рамазанға кіріп келді. Енді не істейді ол кісі? Ол кісіге айтамыз, бірінші мынау өзің мойныңда қарызың болған оразаны ұста. Одан кейін, бұл ораза біткеннен кейін, Құдай қаласа анау қаза оразаларыңды бөліп ұстасаң да, немесе қатар үзбестен ұстасаң да болады деп айтамыз. Жалпы осы кезде, ораза ұстаған кезде жаңа ашуланып жатады, ауыздан жаман сөз шығып жатады. Осы кезде де оразаның бұзылуына қауіп бар ма? Енді жалпы біз Ханафи мазхабын ұстанамыз. Жалпы Ханафи мазхабының ережелеріне, қағидаларына қарасақ, мынау жаман сөйлеу, өсек, ғайбат айту, бұл оразаны бұзбайды. Бұл біздің мазхабымыз бойынша. Алайда осы жерде бір сақтанатын нәрсе бар.
кейбір ғұламалар осы ғайбат айтса, ауыр жаман сөздер сөйлесе, үлкен күнәлар істейтін болса, оразасы қабыл болмауы мүмкін деп айтқан. Сосын бір өте бір мұсылман адамның қорқатын нәрсесі да бұл. Сосын адам өзінің басын қатерге тікпеген жөн. Жалпы енді оразаның шарттарына келсек. Иә, оразаның өзінің шарттары бар. Жаңағы сөзіміздің басында айтқандай, бірінші ол мұсылман болу керек, балиғатқа толған, ақыл есі дұрыс болу керек. Одан кейін мынау таң уақыт секіргеннен бастап күн батқанға дейін ұсталады. Және ұсталғанда да бұл жерде Алланың разылығы деген ниетпен ұсталу керек. Әйтпесе кейбір әлсіз мұсылмандар өкінішке орай бір Алланың разылығы емес, бір ашығу денсаулыққа пайдалы екен ғой деген сияқты тек қана сол ниетпен ұстап жатыр. Дұрыс болу керек. Иә, сол құр денсаулыққа пайдалы немесе бір басқа бір Құдайдың разылығы емес, басқа бір пайдаларды ғана көздеп ұстаса, оның оразасы ораза болып есептелмейді. Құр оныкі бір ашығу болады. Жалпы енді ораза айында тарауих намазы бар. Сол тарауих намазын бойынша айтып өтсеңіз. Жалпы жаңа айттық қой, Рамазан бұл ерекше ай. Сол ерекше айлардың жаңа ерекшелік беретін тағы бір нәрсе бұл тарауих намазы. Тарауих намазын жалпы мұсылман адам былай қараса сырттан қандай керемет. Бүкіл мешіттеріміз мұсылмандарға толады. Жақсы насихаттар айтылады. Жақсы сөздер айтылады. Сол тарауих намазын біз Рамазан айы келуімен тарауих намазды өзімізге міндет деп білуіміз керек. Байқайсыз ба? Рамазан айында бастапқы кезінде тарауихқа адам толып келеді. Бірақ кейін күн өткен сайын адамның саны азая береді. Ең соңында бір 2-3 қана қатар қалады да, өкінішке орай. Бұл дұрыс емес. Бәлкім адам мен былай деп айтқым келеді. Сонда бүкіл нәрсені берген Құдайға бір айыңды арнаймайсың ба? Бір ай болғанда да сол 1-ақ сағат қой негізі тарауихқа кететін уақытысы. Бірақ 1 сағат, 1,5 сағат Құдай үшін тұрып бере алмайсың ба деп айтқым келеді да. Сол үшін Құдайдан үміті бар, Құдайдың мейірімін қалайтын, Құдайды жақсы көрем деген бүкіл мұсылман сол тарауихтан баста қалай келді, соңына дейін сондай көпшілікпен атқаруымыз керек. Алла баршамызға сол тарауихқа жеткізсін. Жалпы Рамазан айында қандай амалдарды көп жасаған дұрыс? Лайфхак деп жатамыз ғой. Жалпы Рамазан ең бірінші мен бір айтар едім. Әрине бұл насихат ең бірінші өзімнен басталады ғой. Ең бірінші біз Аллаға тәубе етуіміз керек. Біз пендеміз, көптеген қателігіміз бар. Кейбір күнәлі іске де ұрынып қалған кездеріміз бар. Сол үшін ең бірінші тәубе етуіміз керек Құдайға. Я Аллахым, мені кешірші. Менің қаншама қателіктерім бар, қаншама қаза болған намаздарым бар, қаншама кісінің ақысына кірдім, қаншама жерде ашуымды жұта алмай қалдым, отбасымның ақысын дұрыс бермедім деген сияқты осындай көп деген біздің қателіктеріміз бар. Сол қателіктерімізді еске алып, Құдайға тәубе етуіміз керек. Мынау тәубе біз бен Құдайдың бір Құдайға деген ашатын бір есік сияқты ғой. Құдайға былайша айтқан кезде жолымызды ашатын есік сияқты. Ал тәубе жасамай, бірден бір құлшылыққа кіріп кететін болсақ, бұл мағынасыз құлшылық сияқты болып қалады. Өйткені сен құлшылығыңды кімге арнап жатсың? Құдайға арнап жатсың ғой. Сондықтан бұл нәрсені өте қатты мән берген жөн. Одан кейін тәубе еткеннен кейін пенде бұл айда құлшылықтардың сауабы артады. Сол үшін бұл айда қандай құлшылықтың түрі бар, барлығын жасап қалыңыздар дегіміз келеді. Одан кейін тағы бір осы жерде бір айтып кететін нәрсе, жалпы Рамазанның, оразаның артықшылығы, сауабы айтылып келе жатыр. Оны баршаңыз білесіздер, барша мұсылман баласы біледі. Бірақ өте маңызды нәрсе, көп дәптер бетінде қалып кететін нәрсе айтылмай жатады, ол мына нәрселер. Бір парамен алынған, немесе біреуден тартып алынған үйде тұрып ораза ұстау, ондай оразаның Құдайға қажет жоқ. Біреуді ғайбаттап жатып, біреудің малын тартып алып, соған ауыз ашып жүрген адамдар бар ғой, Құдай сақтасын. Ондайға Құдай сенің оразаңа мұқтаж емес. Сол сияқты мирас деген нәрсе бар.
Құдай сақтасын, сол мирастың малын бермей, мирастың малын жеп жүрген адамдар бар. Ондай мирастың малын жеп жүрген адамдар, оның оразасы да, зекеті де, қажылығы да Құдайға қажет емес. Біз тағы айтатын нәрселердің бірі, мынау ата-анасына қарсы келіп, ата-анасын тыңдамай, бала шағасының тәрбиесіне қарамай жүрген ата-аналар бар. Біз айтар едік, осы қасиетті Рамазан айында осының бәріне мән беріңіз. Ата-анаңыздың разылығын алып қалыңыз, бала шағаңызға қараңыз. Одан кейін тағы бір мынандай бір дұрыс емес түсінік, қоғамдағы жалпы мемлекеттің малын жесең болады деген сияқты сондай бір түсінік бар. Бұл үлкен күнә бұл. Ол жерде қанша мұсылманның, адамзаттың ақысы бар ол жерде. Мұсылмандардың ақысы бар. Сол үшін ол біреудің малын жеп, қоғамның, мұсылмандардың малын жеп ораза ұстасаң, ондай оразаң Құдайға қажеттілігі жоқ. Осы нәрселерді бір айтқымыз келеді. Жалпы биылғы жылы пітір садақа қанша теңге болып белгіленді? Жалпы біздің муфтиятымыз 640 теңге қылып бекітті. Одан кейін айта кететін нәрсе, фидия деген нәрсені айттық қой жаңа жоғарыда. Сол фидияны, яғни бір міскінді тамақтандыру, оған кететін қаражатты да белгіледі. Ол 3400 теңге. Жалпы ораза айындағы ең қасиетті түндердің бірі ол Қадір түні. Жалпы Қадір түні бойынша толық ақпарат айтып кетсеңіз. Иә, мынау Рамазан айын берекелететін бұл Қадір түні. Құранда Аллах тағала айтқандай, Лейлатул Қадр хайру мин альфи шахр дейді ғой. Мынау Қадір түні 1000 айдан хайырлы. Бұл ай қаншама адам мысалы күнәға жасауы мүмкін, басқа да бір қателіктер болуы мүмкін. Сол қателіктердің кешірімі болатын, тағдыр жазылатын. Одан кейін қаншама жасаған құлшылықтарымыз, сауаптарымыз еселенетін ай. Бұл Рамазанның ішінде, былайша айтқан кезде бір Аллах тағаланың жасырған бір акция дейміз ғой. Сол сияқты дүние ғой. Аллах тағала бір құлдарына бір мейірімділігін паш еткісі келді. Және сол түнге жасырды. Ойлаңызшы, бір түннің құлшылығыңыз 1000 айдан да хайырлы болады. Зікіріңіз, садақаңыз, ата-анаңызға жылы сөзіңіз, бауырыңыздың жүзіне күліп қарауыңыз, әйеліңіздің аузына бір құрман салуыңыз, балаларыңызға мейірімділікпен, тіпті дініміз хайуандардың өзіне жұмсақтықпен қарау, бұл да садақа дейді. Яғни осындай жақсылықтарды жасауыңыз, Қадір түнде жасауыңыз, оның сауабы сөзсіз артып кетеді. Жалпы Қадір түні негізі жасырылған деп жатады. Сол бойынша. Иә, жалпы Қадір түнінің қай күні екендігінде ғалымдарымыздың арасында пікірталас көп. Бірақ кейбір ғалымдардың сөзін біз басымдылыққа алып, сол Рамазан айының 27-сі деп бекітеміз. Бұл тек қана Қазақстанның емес, осы Орта Азияның және басқа да елдердің бекіткен, келісіп қойған күні. Яғни сол күнге 27-сі күні жаңағы Қадір түні деп айта алады екенбіз. Жалпы осы жерде Қадір түнінде айтып өтуіміз керек деп ойлаймын. Мынау мешіттің ішіндегі тәртіп мәселесі. Өйткені көптеген жастар келеді, кішкентай балалар келеді. Сол бойынша қандай негізі мешіттің ішінде тәртіп ұсталу керек қой. Өте жақсы еске салдыңыз. Жалпы мынау мешіт Алланың үйі, қасиетті жер, адамдар құлшылық жасайтын мекен. Сол кезде кейбір біздің тарапымыздан қателік қой негізі. Бала шағамызды дұрыс мешітке алып келуіміз керек, дінін, Құдайын танытуымыз керек. Бірақ алып келумен қатар оларға мешіттің әдебін, мешіттің тәртібін қоса үйретуіміз керек та. Жаңа өзіңіз айтқандай, мешіт ол құлшылық жасайтын жер, ол жерде жүгіріп, ойнап, дауыс көтеретін жер емес деп айтып, басқа да әдептерін тек қана бала шағамыз емес, өзіміз де сақтауымыз керек. Кейде өкінішке орай жаңағы намаз оқып жатқан кісілердің алдына кесіп өтіп, немесе екі тұрған кісінің арасын қиып өтіп деген сияқты сондай бір әдепсіздік те болып жатады. Ал мұсылман адам деген кім ол? Мұсылман адам деген тілімен де, қолымен де, тіпті ойымен де мұсылман адамға, басқа біреулерге зиян бермейтін адам. Сол үшін осы бір тәртіпті тек қана Рамазанда емес, тек қана Қадір түнінде емес, басқа айларда да мұсылман адам осы бір тәртіптерді сақтау керек. Енді Қадір түнінде қандай құлшылықтар жасаған абзал?
Енді қадір түнде ең бірінші айтатынымыз бұл Алладан көп кешірім сұрау керек. Одан кейін мынау қиямул лейл деген бар, тахажжуд намазы. Бұл тахажжуд намазын барынша оқып қалуымыз керек. Рамазанда барынша көбірек оқысақ. Тек қана қадір түн емес, мынау Рамазанда біз өзіміз қазірден бастап бір Рамазанға дайындық ретінде бір жоспар жасасақ, оны дәптер бетіне түсіріп тұрып. Сол кезде Рамазанның 30 күн бойы тахажжуд намазына тұрсақ. Бұл өте бір Құдаймен бізді байланыстыратын, тек қана Құдаймен пенде ғана білетін бір құлшылықтың түрі ғой, басқа адамдар ұйықтап жатқан кезде. Соны бір қадір түнде көптеп жасасақ. Және басқа да құлшылықтардың түрі бұл ең абзал құлшылықтың бірі Құран оқу. Егер Құран оқи алмайтын болсаңыз, осы уақытқа дейін намаз оқып келе жатсыз, бірақ Құранды арабшасынан оқи алмасаңыз, онда мұсылман адамға бұл айып болып есептелінеді. Құранға түспегенсіз ба, осы айда Рамазан басталмай тұрып Құранға түсіңіз. Құранға түскен болсаңыз, онда Құранды кемінде бір рет бастан аяқ оқып шығыңыз, мағынасымен бірге. Міне осындай біздің үлкен құлшылықтарды жалпы күніне бір әріптен жаттаса, 28 күнде ма? Иә, бір айда, былайша айтқан кезде үйреніп тұр ғой. Әліпбиін барлығын жаттап тұр. Қандай адам болсын, тіпті қарт кісі де менің миыма ештеңе қонбайды, тісім жоқ деген кісінің өзі күнде бір әріптен жаттай алады. Ол бір үзір емес. Жақсы, біз бірқатар әлеуметтік желіде қойылып жатқан сұрақтардың жауабын білдік. Алтындай уақытыңызды бөліп, бізге сұхбат бергеніңізге рахмет. Құрметті көрермен, Рамазан айында жасаған құлшылықтарыңыз қабыл болсын деген ниеттеміз. Қош, сау болыңыздар.